Барлығыңа сәлем. Бүгінгі шығарылымда Гулливердің саяхаты атты фильмнің шоуын баяндайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, бізбен бірге болыңыз. Гулливер жергілікті баспахана жұмысында қызметкер, және мұнда жұмыс жасағанына көп болғанымен, оның алдыға талпынар ойы жоқ. Бұл жігіттің бір қызықлығы ертегі батырларының қиялы жанкүйері. Оның күнделікті өміріне Дэн атты жігіттің оған келгеннен кейін жандана түсті. Бұл Дэн осы баспаханада жұмыс жасап өзінің мансабын алдыға қарай жоғарылатуды көздейді. Жұмыстың бірінші күні жаңа жұмысшы бұл жердегі абыройы бар деген қызметкерлермен таныса бастады. Ол әдеміше келген Дарсимен танысқанда жанында тұрған Гулливердің көз қарасын байқап, оның қызға деген сезімін түсінеді. Дэн ғашық Гулливерге қызды кешке шақыруға ұсыныс жаса дегенмен Гулливер ынжық болып шықты. Жұмыстың бірінші күннен-ақ Дэннің шені өсіп, Гулливерге бастық атанады. Гулливердің өзі жаңа жұмысшыдан бұндай үлкен өсімді күтпеген еді. Жігіт жұмысынан сүмірейген күйі кетіп бара жатыр. Ол дәлізде шамы сөнбеген кабинеттегі Дарсиді кешке кездесуге шақыруды ойлады. Бірақ енді шақырам ба дегенде қайта ойынан айнып қалады. Гулливер қыздың алдында саяхатқа байланысты жазба шығару үшін ақпарат іздеген адамның түрін жасайды. Өз кезегінде қыз оның жазбасына қызығып, жазып болған соң жіберуін өтінеді. Гулливер осы уақытта дейін жазба жазып көрмеген, түнімен өзін кінәлап, ақыр соңында басқа интернеттен саяхат пен туристік орындар жайлы ақпараттарды әр жерден алып біріктіріп жазба шығарып қызға береді. Ал Дарси жігіттің жасырын талантты шок болып, оған тапсырма береді. Тапсырма бойынша жігіт 3 аптаға Бармуд теңізіне барып, ондағы 3 тағамды зерттеуі қажет. Гулливер келісті. Белгіленген жерге жеткен соң, жағалаудағы қайықтардың бірін сапарына алып шығып, теңізге шығады. Гулливер қайықты жүргізу жайлы бірер ақпарат қана білетін. Теңізде келе жатып басына кітап қойған күйі ұйықтап кетеді. Көзін ашса, оянса теңіздің дәл ортасында екен. Оның мінген қайығы үлкен толқындарға тап болуда, ал Гулливердің өзі теңіз ортасында құйындай пайда болған құдыққа куә болады. Қайық ағынмен сол құдыққа құлайды және Гулливер есін жоғалтады. Гулливер оянды. Оянды ғой, бірақ оның жанынан 4 қазық қазып арқанмен байлап тастаған. Оның кеудесіне мінгескен мына әскерлер онымен байланысқа шықпақшы. Ал алдарында тұрғанның есімі Эдвард. Ол лилипуттардың генералы екен. Айналаға үңілсек, құмырсқа бойлы адамдар оны қоршалай байлап тастаған. Гулливер сасқалақтап қатты қорқып, жындандым ба деп отыр. Іштегі күшін жинап, екі аяқтап тұрады. Бірақ қайта жерге оны жығады да, сол арада бұл қайта есінен талып қалады. Жігіт есін жиса, оның бір жерге апара жатқанын көреміз. Ол жер хан сарайы екен. Бұл жерде Гулливер патшалықтың мүшелерімен танысады. Патша Теодор, оның қызы Мэри және патшайым Изабель. Бұлар үшін Гулливер дәу болып көрінгендіктен оны алып деп атайды. Ал әрі қарай оны түрмеге жабады. Мода отырғанда Гулливер жанындағы тағы бір тұтқынды байқайды. Оның есімі Грацио екенін біледі. Негізінен Грацио алып адам емес. Оның бар айыбы ханның қызына қырындап оған ғашық болғаны. Оның бұл ісі әскерлердің басшысы Эдвардқа ұнамай оны осында жіберген екен. Бұл елде қарапайым адамдар ханшайымға ғашық болмақ түгілі оның көзіне тік қарауға болмайды екен. Бірақ сонда да ол аспандағы айға қолын созғандай оған әлі де ғашық. Осы сәтте Эдвард келіп өзімен бірге бұл екеуін алып кетеді. Лилипут тұрғындары алыпты асқан айла мен білімнің арқасында пайдаланады. Оны механизм арқылы байлап жер жыртқызады. Оның басқарушы ретінде Эдвард тағайындалса, жанына Грацияны көмекші ретінде алады. Жұмыс барысында бұлар жаудың дабылын естиді. Бұл Леопольд атты олардың қарсыластары болып шығады. Бұл уақытта оның тыңшылары ханшайымды ұрлауға аттанады. Бұл қорқақ лилипуттардың теңізге қойылған механизмдеріне жолай алмайтындығын түсініп, тыңшыларын жіберген екен. Егін алқабында жұмыста жүрген Гулливер Эдвардқа көмектесіп бірге ханшайымды құтқарайық деген ұсыныс тастайды. Бірақ Эдвард менмендігі ұстап, өзім құтқарам дегенге салады. Грацио ендігі бұл Эдвардтың үлгермейтіндігін біліп Гулливерді босатып жібереді. Оның үстіне ол үшін бұл ханшайыммен кездесудің бірден бір жолы болатын. Олар Гулливермен бірге қамалға жау тыңшыларына ерте жетеді. Барған соң қамалдың өртке ұшырағандығын да байқайды. Бара-бара қамал өртенуге айналып, іште қалған патшаға қауіп төнеді. Сондықтан да Гулливер өзінің жеке қабілеттерін қолданамын деп шешті. Шешілген тек мәселесі емес, өзінің бұтындағын тастап, өзіндегі апельсин сокты шығарып өртті өшіреді. Не смотрите. Және осы соктың соңғы тамшыларынан да Эдвард дәм татты. Король оның бұл ісіне таң қалып риза болған күйі оны өзінің кешкі балына шақырады. Осы жаңалықты естіген Гулливер жанына досы Грацияны ала келемін деп келіседі.
Кешкісін жиылған жұрт бұл дәудің бұрынғы өмірі жайлы сұрайды. Бастапқыда Гулливердің бір жері тырысып айтқысы келмейді, бірақ кейін құмарлана айтып береді. Өзінің заманауи өмірін керемет қылып жеткізеді. Өзінің ғашығы Дарси жайлы да сөз етеді. Өз кезегінде патша лилипуттарды әлемдегі ең мықты құрылысшылар деп мақтап бұл дәуге үй салып береді. Енді Гулливердің жеке заманауи үлкен үйі болады. Ол өмірінен алынған оқиғаларын театрлық қойылым қылып қоятын болды. Осындағы досы Грациоға патшаның ерке қызын қарату жолдарын айтады. Оның айтқан ақылдары іс жүзінде іске асып пайдасын беріп жатты. Бірақ бұл ханшайым Эдвардтың қалыңдығы және оған отказ бере алмайды. Ал негізінен өзі оны ұнатпайды. Эдвардтың барлық ойы Гулливерді өз әлеміне жіберіп одан құтылу болады. Жағадан табылған оның қайығын қайта жөндеп беруді де уәде етті. Так, разблокировать. Және сол қайықтың жанынан роботты жасау жайлы кітапшаны табады. Гулливер өзінің бұрынғы өмірі жайлы ойлайды. Бұл жерде оны барлығы мықты басшы ретінде сыйлайды. Осы сәтте Гулливер Дарсиден келген аудио хабарламаны тыңдайды. Что он делает? Он проверяет голосовую почту, генерал Эдвард. Хорошо. А что это? Онда ол Гулливердің өзім жазын деген мақаласының ұрланғандығын, енді Бермуд теңізіне өзінің баруына тура келетіндігін айтады. Және қыздың ренжулі екендігін де белгілі болады. Ал мұнда оны патша генерал қылып сайлап лилипуттардың барлық әскерлеріне басшылық ететіндей мүмкіншілік береді. Ал Эдвардты болса демалысқа жібереді. Бұндайға шыдамаған Эдвард қаланы қорғап тұрған механизмдерді өшіріп тастайды. Өз кезегінде жар астындағы жау мұны байқап шабуылға аттанады. Ел ішіндегілер жауға Гулливерді аттандырады. Крушить-то крушить. Ал жігіт оларды өлтіргісі келмейді, жай келісімге шақырады. Бірақ қой дегенді көнбейтін бұлар дәуге оқ атады. Қандарын қайтейін, қайтып өздеріне тисе. Солай Гулливер қайта елін құтқарып, одан сайын абырой мен билікке қол жеткізе бастайды. Бірақ қанша жерден биік белеске жетсе де жауапкершілігі артпайды. Әскерлермен жаттығудың орнына көңіл көтеріп, еріншектің ісін жасайды. Патшаның қызы осы уақытта Эдвардпен айырылысады. Енді жасайтын іс қалмағандықтан Эдвард жау еліне барып, өзін ұсынысын айтады. Олар келісіп, жағадан тапқан робот құрастыру кітабы арқылы жау еліне робот құрастырып лилипуттарға шабуылдайды. Ол жерде Гулливерді оңай жеңіп, оған өткен өмірін мойындатқызады. Кейін оны ағаш тақтайға байлап, құпияға толы тұманың ар жағына өткізіп жібереді. Онда ол керісінше майда адамға айналады. Алыптар бұл құмырсқадай жігітті ұстап қуыршаққа арналған үйге орналастырып тамақ жеуге мәжбүрлейді. Ал бұл уақытта лилипуттардың еліне жаңа қонақ келген екен. Ол Дарси. Қыз осы жерге дәл Гулливердің басынан өткен оқиғаны өткізіп келген. Оның тұтқындап түрмеге жабады. Ал Грацио Дарсиді көріп, бұл жайында Гулливерге хабарлауға аттанады. Осы жайтты оған жеткізген соң, ғашығын құтқаруға аттанады. Өзінің бұрынды отырған түрмесіне барып, Дарсимен жолығады. Гулливер Дарсиге бар шындығын айтып, сезімін білдіреді. Ертесі күні жігіт Эдвардты роботымен жекпе-жекке шығады. Если я выиграю, Лилипутия вернет себе былое величие. Бірақ ол бір айла ретінде тоқ көзін қолданады. Қайта-қайта тоқ ұрған соң Гулливер шыдай бермей құлай бастайды. Досының бұлай жеңе алмайтындығын білген Грацио роботтың ішкі бөлмесіне кіріп, біраз бөлшектерін құртады. Енді бұл екеуі тең дәрежеде шайқасады. Гулливер роботтың басынан шығып, оны жеңеді. Эдвард болса ханшаны кепілге алады. Бірақ ханша оның бір шапалағын беріп талдырады. Осыдан соң Гулливер еліне қайтып, өзінің жұмыс орнында журналист болып саяхат жайлы мақала шығарады және Дарсимен кездесіп бастайды. Осылайша фильм аяқталды. Егер фильм ұнаса, лайк басып, комментарийге өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал келесі шығарылымды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған киношоу арнасы, келесі кездескенше.